Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? YouTube көрермендерім, жаңадан келіп отқан көрермендер, арнаға жазылып 500 подписчикке бәріміз бірге жеткізсек. Бүгін видео. Так, мына жақта ауру балапандар. Бұлар қазір жетеу алды. Сол анжолы мағынағады түсірдім ғой. Так, сосын кейін бүгін мына жақта өзгерістер. Мына жаққа балапандарды осыны ухилю әтешім. Бұның күн ара, 2 күн ара ауыстырып отырам орын кішкене шөп жесін деп. Так, мынау бүлдірген, бұны суарып қойдым жаңа. Так, мына жерде жаңа көріп тұрсыздар, қасында күрі жоқ, ол күрікті қазір көрсетем қайда кеткенін. Так, мына жақта біріншіден бастасақ, қораны бітірдім мен. Мағынағында қораны бітіріп тастадым. Шетін апштет, мен мынаяққа шифр жетпей алды. Соны шифрын тастаймын. Болса мен қора бітіп тұр жалпы. Так, мына жерде менде полевый брам, темный брам, сондай ухилю балапандары. Бұларға рост жеп отырға, бұлар мынандай іші жасап қойдым, кішігірім. Ішіне мата тастап қойдым. Соны қазір бізде уже күз ақырындап келе жатыр. Түндер суық. Жалпы осылардың өзгерісі осы әзірге. Так, мынау үлкен қора. Бұл жақта мана ақ күрік тауықтың несі, балалары. Ақ күрік тауықты осында қосып қойдым дегендей. Так, ол ананың ішінде жатыр, анаяқтың үйшіктің ішінде жатыр ол. Так, мына жақта мынаяққа күлсек қойғам. Күлсек қойып жүрем әйтеуір. Күн ара тоже. Так, міне мынау балапандар, кохинхин балапандары. Бар уже ұйықтайын деп жатыр. Арқама мініп уже бәрі дейтін. Маңағандай. Қайта арқама мініп. Сол. Так. Балка өздерімен өздері бірге жүр бәрі. Бос шақтағы 11 балапан болатын. Сол артта ауыстырып тастадым. Жаңа көрсеткен неге. Помещенияға. Мына жақта бір екеуіне мынандай не бар. Андай дефект бар. Кішкене мойнынан жүн өспей қалған. Бір екеуінде. А так бәрі нормально былай. Бұлар да ақырында өсіп отыр. Бұлар бидайға үйреттім мен уже. Сол. Осы комментарияда жазып отыр екен. Баяғы шаруашылық қайда, тауық не түсірмей кеттім деп. Енді күнде түсіретін болам тауықты. Тауыққа жалпы не қатысты бәрін түсіріп тастаймын. Сол. Таңертеңгі жем, түсте жем, кешкі жем, өзгерістер, жинау, қораны жинау, бәрін түсіретін болам енді. Енді сіздер сұрап отыр екенсіздер. Осындай контент сіздерге қызықты болар. Сол себептен осы каналға жазылып, арнаны қолдап кетсеңіздер деп едім. Сіздер үшін бір кнопканың батырмасы, мен үшін ол кәдімгідей мотивация. Ары қарай видео түсіріп осыдан көптен көп тауықтар түсіріп қайта. Так, Кучинский юбилейный тауықтары. Так, менде енді план болып тұр. Бұйыртса, мына жерден былайынан үйші жасаймын. Үйштіп, и потом үйштіп. Мына үйші жасаймын мыналарға. Күзге, қыста, суық болғанда барып тығылып, жатып сояққа жұмыртқа аялатындай жалпы. Бұлар уже сол сентябрь, октябрьдің шамасы жұмыртқалық болады. Тағы 1-2 айдан кейін бізде уже ақырындап күз келіп жатыр, желдер басталып жатыр. Так, мына жақта осындай ашып тастадым есігін. Енді мыналар мында келіп жатса, мына жақтың несін етем, светін қосып қоям да, мына жаққа қонақтатқызып қоям. Енді түн суық болып жатса, оны көріп жатырмыз. Мына жақта енді кішкентай балапандар кеткеннен кейін ертең бір жинап аламыз жақты. Дұрыстап тұрып, шет-шетіне йод, марганцовка сеуіп, дұрыстап жинап алам.
сонымен мынандай план болып тұр енді ойымда. Жоспар айтып кетейін. Былайынан мына жақта да ана есік жабам бұйыртса, мына жаққа бір китайский соны китайский шелковый алып келетін шығармын. Мынандай қазам 50 сантиметр, 10 сантиметр құйып тастаймын. Цемент топырақ араластырып құйып тастаймын да, мынандай утеплительмен неттаймын, үстін жамап тастаймын. Уже углубление кетеді, асты төмен болады. И былай тауық кіргенде үйтіп түсіп кетіп отырады. В общем, немен қазылған болады ғой жер. Мына жақтан мына бір жерден 1 метрдай көтеремін өйстіп фанералармен. Осыны алдындағы видеоларды қарап кетсеңіздер, фанера алып келген болатын материал. Сонымен жан-жағын апшыт етіп, андай метр 200 теңгеден бізде утеплитель бар. Соны сырт-сыртын қаптап, аяқтан тоқ өткізіп, дұрыстап изоленталап, нелерге, ағаштарға. Осы жаққа бір үш жасайтын болам, тауықтарыма. Бұлар енді ақырындап өсіп жатыр, жаймен. Анда-санда мына әтешпен мына жас әтеш екеуі төбелесіп қалады. Ондай болып тұрады. Өздеріңіздің шаруашылықтарыңыз қалай? Құстарыңыз, қояндарыңыз, жалпы бәр жануарларыңыз қалай болып отыр? Комментария жазып сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Сол менікі бәрі жаймен ақырындап көріп тұрсыздар. Мына жақта мынандай ертең тазартып алам. Ертең видео шығатын шығар таймлапспен. Сол. Енді осындай күнде осындай видео шыққанын қалап отырсаңыздар, комментарияға плюс жазып кетсеңіздер болады. Осындай күнде осындай видео шығарып отырғанымды қаласаңыздар. Өйткені мен осыдан 1 ай бұрын осындай видеолар шығарып, құстарын салып жүретін. Ол кезде дейтін, маған 40 просмотр, 50 просмотр, адамдар көргісі келмейді. Одан кейін ондай видеоларды алып тастадым, вообще каналдан. Бір 10-15 күндей түсірмей жүрдім сондай видео. Потом уже ақырындап комментария жазып жатыр. Камераны алып түсірсейші, мана құс шаруашылығы, тауықтар түсірші деп. Енді жақсы активность көрсетіп, осы сіздерге тауықтар ұнайды екенін көрсетіп жатсаңыздар, әрине түсірмеске. Бұлар қазір жүр. Енді мыналарды өйстіп бұрышқа қонақтап алады. Бұларды қазір қораға кіргізіп, есігін жауып, вентиляциясын жауып, светін жағып кетем. Так, қазір мен кіргізіп алайын. Видеоны стопқа қоя тұрам. Содан сіздерге қайттан қосылам. Так, үшін достар. Мына жақта жаңа балапандардың бәрін жаймен кіргізіп тастадым. Қораға айдап тастадым. Себебі түнде жел, бұлар мақұлық, бұлар кішкене ми түсінбейді. Суық болатын, нық жерге жату керек екенін білмейді. Соны өйстіп кіргізіп жүрем. Мына есік утепленный жалпы, өйстіп етілген бәрі. Осы жақта жаңа бүкіл 50 шақ балапан кіргізіп тастадым. Ішіне светін жағып қойдым. Сол жайды достар, сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Ерал, жаңа құс шаруашылық каналы. Ассалаумағалейкум.